Құрметті оқырман, мен Бейсенбек Мерей. Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы номер 18-ші орта мектеп лицейінің 9-шы А сынып оқушысымын. Мен оқыған бір кітап айдарынан сіздерге кәсіпкер Қуаныш Шонбайдың 2-ші болма кітабынан үзінді айтып беремін. Кәсіпкер Қуаныш Шонбай ағамыз айтқандай, адамға пайдалы 3 қасиетті осы кітапта жазып кеткен. Біріншісі ұйқы гигиенасы. Адам аштықтан 5 немесе 1 аптаның ішінде өліп кетуі мүмкін, ал ұйқысыз 3 немесе 5 күн ғана шыдай алады. Сол үшін де адамдар ұйқысын қамтамасыз ету керек. Өйткені ұйқысыз адам өмір сүре алмайды. Екіншіден, дұрыс тамақтану. Бұл тақырыпта мыңдаған кітап бар. Олардың бәрінің айтатыны бір сөз. Қысқа қайратын болсақ, қант пен тұзды азырақ пайдалану, түбегейлі бас тарту, суды мейлінше көп ішу адамның ағзасына пайдалы. Үшіншіден, физикалық жаттығулар туралы айтқан. Қуаныш Шонбай ағамыз физикалық жаттығуларға көп өзінің білген мәліметтерін айтып жеткізіп отырған. Осы кітапта физикалық жаттығулар туралы өте көп мағлұмат бар. Келіп оқысаңыздар болады. Сіздермен болған мен Мерей, сау болыңыздар!